Сәлеметсіздер ма? Қандалаға дезинфекция жасап жатырмыз. Кілемді дәрлеп болдық. Көрпелердің бәрін жеке-жеке дәрлеу керек. Оны дәрлеу үшін бірінші кілемді дәрлеп аламыз. Кілемнің бетін дәрледік, енді келесі бетін дәрлеп, сосын көрпелерді жеке-жеке тастап дәрлейміз. Бұның алдында біз міне плинтустарды дәрлеп шықтық. Плинтусты алып дайындап қойыпты. Бұл квартираны біз 3-ші рет дәрлеп жатырмыз. Бір рет жасағаннан кетпеді, өйткені өте көбейіп кеткен. Семьяда бір-ақ адамды шағады. Сосын негізі шағады. Неге бір-ақ адамды шағады десек, негізі барлық адамды шағады. Өйткені бір пәтерлер болады, дезинфекция жасап атсақ, міне келесі бетіне аудардық, енді осы бетін дәрлейміз. Енді жаңағыдегі айтпақсым, айтады кейбіреулер, неге бізді барлық адамды шақпайды деп. Негізі шағады, бірақ адам оның есін сезбеуі мүмкін. Өйткені дәрлеген пәтерлерде бізде практикамыз бойынша білеміз, бір квартирада өте қандала көп болды. Міне осылай бір тегіс дәрлеп шығамыз. Қандаласы өте көп болды, бірақ үйде ешкімді шақпайды. Ол кімді жеп тамақтанды, өздері қып-қызыл қанға тоқ. Сонда бұл қандала бәрін шағады, бірақ адам оны сезбейді, қожасы сезбейді. Егер сізде аллергичный болса, кішкене жәндік шақса болып денеңіз қызарып кете беретін болса, онда сіз бірінші болып байқайсыз. Деген осыны толық дәрлеп шығамыз қазір. Бәрін дәрлеп шығамыз. Видеоны толық қараймыз, соңына дейін мұқият тыңдаймыз, дауысын қатты қылып қойыңыздар, немесе наушник киіп алыңыздар. Менде видеолар көп, осы каналға тіркелсеңіздер, подписка дегенді бассаңыздар, басқа видеоларда шығады. Бір видеодағыны біреуісінің пайдасы болмаса, біреуісінің пайдасы болып қалуы мүмкін. Негізі дәріге байланысты емес. Егер сіз дәрілеген дәріден, уксус емес, бірақ сіз дәрілеген дәрі әйтеуір 1-2 қандаланы өлтірген болса, ол действиесі бар, оның әсері болып жатыр деген сөз. Сіз бірақ толық дәрлемейсіздер. Міне мына плинтустарды көбісі дәрлемейді. Мына плинтусты, обойларды, подоконниктің астыларын бәріне құйып шықтық бірінші. Сосын кілемді дәрледік, енді бұның бір шетін ғана дәрлейміз. Мына шеті, мына ою шеті кілемге тиеді. Өйткені кілем дәрленген, енді бұның бетін ғана дәрлейміз. Осылай мына төсектердің бәрін бір-біреулеп төсеп шығамыз. Міне 4 көрпеше сиді кілемнің, дәрленген кілемнің үстіне. Енді осыларды дәрлейміз қазір. Міне көрпешені қалай дәрлейміз? Көрпешенің андай бұрыштары, тігістері сол жерде отырады. Бірінші бұлай тігістеріне толып қиыламыз. Айналдырып, екі жанында да тігісі болады көрпешенің. Мына бұрышына мұқият кішкене тоқтаймыз. Мынандай жағында тігісі бар, осы жерлерде отырады. Осылай дәрлеп аламыз да, сосын толық дәрлеп шығамыз. Тимей қалған жер болса, сол жерде қалып қалады. Мынаны да солай. 3-ші көрпеше. Жалқауланбаймыз. Негізі дезинфекция маманы шақыру керек. Дәрлеу барысын дәрлеуді дезинфекцияға тапсыру керек. Дезинфекция бармайтын жағдайда ғана өзіңіз дәрлеңіз. Егер дезинфекция сізге бір рет жасады ма, кетпеді ма, онда 2-ші рет шақырыңыз. 2-ші рет көмектеспесе 3-ші рет шақырыңыз. Доғырға отырып алыңыз, доғыр алып алыңыз. Солай кетпейді ғой, енді қайтем деп сылтауратса, басында сұрап алыңыз, до конца жасайсыз ба, кетіргенше. Я кетіргенше жасаймын до конца десе, сол кезде ғана заказ бересіз. Міне 4 көрпешені бірдей дәрледік, енді осының үстіне қалған заттарды тастаймыз. 4-ден бастаймыз. Барлық нәрсе сию үшін жастық бірінші, 2-ші жастық, 3-ші жастық тастадық. Осылай дәрлесеңіздер шаршамайсыздар. Және мына қалып қалған жерге мына простыняны төсейміз, одеялды.
Жастықты да солай тігістерін дәрлейміз. Тігісін бәріне құйып аламыз да. Міне осылайша жасап аламыз. Өйткені арғы беті дәріге тиіп тұр уже. Оның ішіне кіріп кетпейді негізі. Мына сыртын алып, оның сыртын ішіндегісін алып тастасаңыз, сонда ол ары қарай кіруі мүмкін. Мына ішіндегі жастықтардың паяндаздары мықты болады ғой, сол үшін оның ішіне кірмейді. Әр жастықты осылай жеке-жеке дәрлеп шығамыз. Бұның да мынада тігісіне, бұрышындағы тігісіне қатырып қоямыз. Бұл жерде только синтепондар қалған. Мақталыларды лақтырып тастапты, мақталының ішінде болады деп. Негізі мақта дәріні өзіне сіңіріп алады да, сол ішінде тұра береді дәрі. Кет қалмайды. Сол үшін мақталыға кесудің қажеті жоқ. Мақталы көрпені бір-екі рет дәрлесеңіз болды. Міне көрпені төсеп қойдық. Оны да осылай шетінен дәрлейміз да бірінші. Одан кейін ортасын дәрлей саламыз. Сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар. Осында WhatsApp номерімді қалдырам. WhatsApp номеріме жазыңыздар. Звондаңыздар. Егер WhatsApp-ыма шыға алмай жатсаңыздар, звондаңыздар. Номерім 8 778 257 61 11. Енді қалған простыняларды бір-біреулеп төсейміз. Міне одеялдардың бәрін төсеп алдық. Жеке-жеке жастықтардың үстіне. Енді осылай бұрыштарына дәрлейміз. Қай жерден қандай информация оқысаңыз да, көбісі жаңағыдегі комментарийға жазып кетеді. Уксуспен кетірдім. Айта береді, уксус кетірмейді ол. Уксус дәл өзін өлтіретін шығар, өзіне дәл уксусын өзін құйса. Бірақ ол қаншалықты адамға денсаулыққа зиянды. Ол мына пастельге дәрілерсіз қанша уксус құясыз маған, оның дозасын да білмейсіздер. Әйтеуір жазып кете береді. Оның бәрін тыңдамайсыздар. Нағыз маман болу керек сіздің консультацияларыңыз. Біз енді 8 жыл неміз бар, стажымыз бар. Теориясында, практикасында жаттап алдық. Қандала қай кезде қандай болатын, не үшін кетпей жататынын себептерін шамалаймыз. Өйткені практикамызда болған нелерді ойымызға түсіріп, сол бойынша айтып береміз сізде не үшін кетпей жатқанын. Біреулер ыстық су шашады екен. Ыстық суды диванға құясыз. Мақұл, көрпелердің бәріне ыстық су құясыз. Ыстық суды мына жерге қойсаңыз, ана жерге қойыңыз, мақұл. Енді бүкіл үйге ыстық су құйып тастасаңыз, ыстық судың үйдің ремонты құрмай ма екен? Көрпе төсегіңіз құрмай ма екен? Сол ыстық су, уксус дегенді мүлдем дезинфекцияда ойламаңыздар. Міне бәрін дәрледік, келесісін құямыз енді. Келесісін салып дәрлейміз. Дәрлегенде барлығы тегіс жату керек. Егер мына бұлай қайтарылып қалса, осының арасында қалып қалады. Негізі көп адам көрген жерлерді ғана дәрлейді. Қай жерде қандала бар, сол жерде ғана дәрлейді. Олар кішкентай, және балапаннан, жұмыртқадан ашып шыққандары мүлдем кішкентай болады. Оларды көре де алмайсыз. Және олардың личинкалары ақ болады да, кішкентай. Қайызғақ сияқты, перхот сияқты. Оны көрмеуіңіз де мүмкін. Сол үшін барлық жер толық дәрленеді. Мына жерді дәрлеп, мына жерде қандалап жүрсе, дәрлесеңіз, олар басқа жаққа қашып кетеді. Және аман қалып қалады. Сол үшін осылай толық дәрленеді. Сосын дәрлегеннен кейін бір сутка үйден кету керек. Міндетті түрде бір сутка. 24 сағат. Одан ұзақ уақыт кетсеңіз де болады. Дәрі тигенде өлді ма, болды, қан қалмaz. Ол ұйқыға кетіп қайтадан оянуы мүмкін. Сол үшін оған әсер етуінің барлық уақыты бір сутка. Бір суткадан кейін, немесе 2 суткадан кейін келіңіз өте көбейіп кеткен жағдайда. Одан үйге кіргеннен кейін 1 сағат таза ауа кіргізіп, содан кейін үйге кіру керек. Келесі простынялар төседік. 1 сағат таза ауа кіргізу деген қалай деп сұрақ қояды адамдар. 1 сағат таза ауа кіргізу деген бүкіл терезелерді, үйдің терезесін бәрін ашасыз да, үйде жүре бермейсіз, далаға шығып кетесіз таза ауаға. 1 сағат, 2 сағаттан кейін үйге келесіз. Егер бала-шаға болса, жүкті әйелдер болса, оларға рұқсат етілмейді кіруге. Жүкті әйел емес, олар тазаланып, үй таза ауа кіріп, үй тазаланғаннан кейін барып,
тазаланғаннан кейін барып кіруге болады. Және мынау қазақта өзі не көп заттар көп қой, көрпе төсектеріміз көп, бәріміздің үйімізде сондай. Соның бәрін дәрлеу керек. Пайдаланатыныңыз бар, пайдаланбайтыныңыз бар. Егер жаңа пакетте тұрғандары болса, пайдаланбайтын бөлек, қандала шыққан бөлмеден бөлек, онда оны дәрлемесеңіз болады. Пайдаланып жатқан болса дәрлейсіз, егер пайдаланбаған болса дәрлемей қоюға болады. Және бір суткадан кейін мынау келесі простыняны төседік. Мынау простынямен қанша қабат болды көрдіңіздер ме? Осылай жеке-жеке дәрлейсіз, сонда кетеді. Сосын жаңағы 1 сағат таза ауа кіргізгеннен кейін үйге кіресіз. Барлық затты жуып тастамаңыз. Только пайдаланатын заттарды ғана жуасыз. Мынау простыня подъедельник, сырттары мынандай қалады, осылар ғана жуылады. Наволочка жуылады, жастықтың сырты, көрпенің сырты, және мынау астыға төсегіш, солар жуылады. Соларды жуып пайдаланасыз. Қалғандарын жайып кептіріп, таза ауаға шығарып, мүмкін болса, таза ауаға шығармаса, үйдің ішіне жайып қойыңыз кептіріп. Және шетінен бастап жуасыз. Негізі бірінші жасағаннан кейін сразу жуып тастамайсыз. Өйткені ол әсер етуі 1 апта, 2 апта болуы мүмкін. Тығылғандар шығуы мүмкін. Және қабырғаларды да жуып тастамаймыз. Үйге 2 аптада уборка жасамайсыз, генеральный уборка жасамайсыз. Егер кішкентай балалар болса, мынандай полдарды ғана сүріп шығасыз. Кір жуатын сабынды араластырып, ал плинтус тұратын жерді сүртпейсіз. Шкафтардың, мынандай шифонерлердің арттары жуылмайды. Оларды жылжытқышта қоя саласыз. 3-ші класты дәрі ауаға ұшып кетеді. Сонда адамға зиянсыз болады. Мына екінші келесі простыняны төседік. Мына қабат болды. Дәрілеп атқанымызға 11 минут болыпты. Негізі бүкіл квартираны 1 сағатта дәрілеп біту керек. Бірінші үйге кірген кезде, жаңағы дәрілеуді бастаған кезде бірінші пландап алыңыз, қаяқтан бастайсыз. Барлық нәрсені дайындап алыңыз. Сосын барып бастаңыз, сонда көп уақыт кетпейді. Және міндетті түрде қауіпті дәрі пайдаланған кезде, мысалға блокада, антиклоп деп айтамыз ғой, ол дәріні медицинский маскамен дәрілей берсеңіз болады. Ал басқа дәрілер, жаңа агран дейсіз ба, палач дейді, негізі оны рұқсатсыз пайдалануға болмайды, бірақ адамдарды пайдаланады. Сол үшін оған респиратор қажет. Респиратор дегеніміз міне, осындай респиратор новый болу керек. Соны киіп дәрлейміз. Дәрлеп біттік. Осымен көрпелер бітті. Енді көрпе тұрған шкафтың ішін дәрлейміз. Мынандай дивандардың бұрыштарына тығылады. Шифонердің мынандай ағаштардың бір-біріне қосылған жерлеріне. Мынандай шкафтардың астылары дәрлену керек. Осы астына кіріп кетеді. Негізі ең жақсы дәрі қандалаға иісі жоқ дәрілер. Жаңағы блокада, антиклоп қандаланы жақсы өлтіреді. Мына осы пәтер бітті, осы бөлмемді. Келесі бөлмеге өтеміз. Міне 5 литр суымыздан, дәрімізден шамалы ғана қалды. Астында мына жерден ғана тұр. 5 литр суды осынша көрпе төсекке кетірдік. Бөлмені дәрлейміз. Бұл квартирада кетпей қалған себебі, біз дәрлеуге барған кезде мынаны химчисткаға беріп жүрген кілемді. Қандала пайда болса химчисткаға беріп, ананы тапсырып, одан не жақпайды, кетпейді одан. Мынау түгі қалың ғой мына. Осының арасына кіріп кетеді. Сол үшін бұл 2 рет дәрілену керек. Бұл 1 рет дәріледі да, екінші дәрілеген келгенде кілем болған жоқ. Кілемді химчисткаға беріп жүрген. Химчистка кірін тазалайды, бірақ қандаласын өлтірмейді. Осы кілемді 2 шетінен толық дәрілейміз. Және мына табуреткаларды жеке-жеке дәрілейміз. Оны тағы жеке видеосын түсіреміз. Және перделердің тігістерінде отырады. Перде болса, міне осының тігістерінде болды дейді. Перделерін анау астында, ол бірден пердеге шығып кетпейді, бірінші астын толтырады, астында көбейеді, содан кейін барып осы перделердің тігістеріне отырады. Бұларды дәрілеп пакетке салып қою керек. Бұл жұқа ғой,
былай ілініп тұрады да, дәрісі төгіліп кетеді, әсер етпей қалады. Сол үшін пакетке салып қойсаңыз, осыған сіңіп тұрады да, жақсы кетеді. Кілемге екінші рет қайталап шашып отырмын. Өйткені бұның мынау түбі қалың да, соған сіңу керек дәрі. Мынау былай шашып жатыр. Бұл ручнойлардың жақсы жері осы, еш нәрсені бүлдірмейді, нормадан артық қылмайды. Егер нормадан аз болып қалса, тағы да бір жүріп шашып аласыз. Ал үлкен аппараттар болса, бәрі құйып тастайды. Бірақ ол тігістеріне, мыналардың астыларына деген сияқты. Мына кілемдердің тігістеріне кірмей қалады. Ал мына кілемнің тігісіне былай құю керек. Ол тігісіне отырады. Барлық нәрсені, диван болса диван, көрпе болса көрпе, диван болса диванның, кілем болса кілемнің тігісіне. Дәріміз бітті, қазір новыйдан дайындаймыз, басына ары қарай жалғастырамыз жұмысымызды. Міне тағы да толтырдық, көріне ме? Көрінбейді екен. Тағы да 5 литр толтырдық. Өйткені кілемнің екінші еді және мына табуреткалардың бұрыш-бұрыштарын дәрілейміз, әлі көбірек дәрі керек. Сосын жаңағы масканы, маскадан ауа өтетін болса, респиратордан мындай влажный салфетка қойғаңыздар алдына. Сонда дәрі өтпейді. Егер блокадамен дәрілесеңіз, онда жай медицинский маска болады, бірақ новый болу керек. Және 1 сағат сайын оны ауыстырып тұру керек. Видеоны соңына дейін қараймыз. Неше түрлі киноларды көреміз ғой, соңына дейін. Пайдасы болса да, болмаса да, бұл сізге керек нәрсе. Мынау тігістерін дәрілейміз кремнің. Мына тігістердің арасына кіреді. Бұл мені стиркаға, жаңағы жууға берген крем. Осыдан шығып жатыр қайтадан. Өйткені стирка оны кетірмейді. Мына тігісіне құямыз да, біз осы келесі бетін ауыстырғанбыз, көріп отырсыздар. Енді осылай толық дәрлеп шығамыз. Мұқият шашамыз, соқ қалмау керек, үш жері. Екі рет қайталаңыз, өйткені кілем қатты болған дәрінің өтуі қиын. Сол үшін кілемнің бетін де, асты жағын да екі рет қайталау керек. Енді келесі бетін ауыстырамыз. Бұл шетінде солай тігісіне құйып аламыз. Мұқият тігісінің арасына дәрі кіру керек. Мынау егер қалың болса, оны ашып жіберіп дәрлеңіз. Бұл жұқалау керек. Қалың кілемдерді қайтарғанда несі қалып қалады, астында қалып қалмасын. Тігісіне бар нәрсені тігісіне мұқият боламыз. Бір рет өткенбіз бағана. Қайталап отырмыз. Және осылай толық дәрлеп шығамыз. Екі рет дәрлейміз, екі рет жүріп шығамыз. Өйткені кілем қалың, оған өтпей қалуы мүмкін. Осыны осылай бір дәрлеп алдық па? Мені шашылған дұрыс көрінбей, сәуледен көрінеді. Көрінеді. Осылай дәрлеп жатыр. Осылай екі рет өтеміз. Өте қалың, ана түкті кілемдер олар ғой, несі. Несі шығып тұратын, жібек сияқты. Ондайларды көбінесе ондайлар лақтырылады. Енді орындықтарды дәрлейміз. Бұл да мынау бір-біріне қосылған жерлері. Диван да бір-біріне қосылған жері. Ою қосылған жерлері, сол жерлер. Ағаштардың бір-біріне қосылған жерлері. Сол жерлерде болады. Және мына жерде губка бар. Бұл жер жұмсақ болған екен, сол жерде. Осыны тоғызып бәрін дәрлеп аламыз. бір-біріне қосылған жерлері осындайлардың арасына кіреді. Барлық ағаш заттар, дивандар болсын, ағаш шай ішетін столда болады кейде, бір комнатаға общагаларда, сол басқа бөлме болмаған екен. Негізі олар ас үйінде өмір сүреді, ас бөлмесінде. Ас бөлмесінде ұйықтайтын болсаңыз өмір сүруі мүмкін.
негізі ас үйде өмір сүрмейді, ас бөлмеде. Бірақ дезинфекция жасаған кезде оларға профилактика жасау керек. Мыналарда кухня студия дейді осы квартирада. Сол үшін бұл нені дәрілеп жатырмыз екен. Бұл жерде ұйықтайды. Ары қарай кухня екеуі жалғас қалған бөлмеге болғаннан кейін. Егер кухняда ұйықтайтын болсаңыз, оны да толық дәрілейсіз. Бірақ кухонный шкафтың ішін дәрілемейсіз. Плюнтустарын, сол жердегі заттарды және кухонный шкафтың сыртынан дәрілей саласыз. Болды. Ол таракан жағдайында ғана кухняның іші толық дәріленеді. Өйткені ол аспен, тамақпен өмір сүреді. Тамақ қалдықтарымен өмір сүреді таракандар. Міне осыны дәріледік. Енді келесі бетін аударамыз. Төңкеріп солай дәрілейміз. Енді перде беріп дәрілейміз. Ашық қалқатты мына видео. Осыдан дәрілесем. Міне бұл пердені де тігісіне қойғанымыз. Тігілген жерлері
ол жерлерде пана болады ма, ық болады ма, сол жерге тығылады. Сол жерге жұмыртқа қалдырады. Сосын мына жағын былай дәлізген жоқшы. Сосын бұны пакетке салып тастау керекпіз. Мен мына пердемді тігісін дәрлеп, бәрін толық дәрлеп, енді мына пакетке салып қоямын. Содан кейін принцтарды дәрлейміз. Мына принцтің астын дәрлейміз. Анау перде ілгішке қоямыз. Осы перде ілгіштің ішінде көп жүргенін көретінбіз. Мына принцті алып тастаған. Негізі бірінші кезде алып тастамайсыз. Кетпей жатса алып тастап, осылай қиюға болады. Және үйде егер осындай мынандай трещиналар болса, мынандай жырықтар, сол жерге қандала тығылады. Ол жерді бір дәрлеп болғаннан кейін жауып тастайсыз да, сосын бір дәрлеп болғаннан кейін жауып тастап, одан кейін екінші рет дәрлей беруге болады. Ал мына жер ашық тұрса, оны дәрлей бергеннен пайда жоқ. Соның арасына кіріп кетеді. Оның ар жағы қанша тесік екенін білмейміз ғой. Одан кейін қайтадан шығады ол. Осылай бір тегіс дәрлеп шығамыз.